Сәлем құрметті оқырман, мен сіздерге Шерхан Мұртазаның «Жұлдыз көпір, қыл көпір» шығармасынан оқып бермекшімін. Күмісбастау еңсесінен ойпаңдағы ауылдар, арал-арал тал-дарақтары көгерген егін жай көрінеді. Алыста көлбей түсіп Қаратау жарықтап жатыр. Қаратау мен Алатауды жалғастырып, Боралдай, Құлан, Жабағылы таулары көрініп тұр. Қатарынан 2 жыл соққан қуаңшылықтан сансыраған Түлкібас атырабы, сүзектен сүлдесі қалған адамдай мең-зең. Жердің жұмағы деген Түлкібастың өзін құрғақшылық ұрып, жапырағы жайқалмай, аңызақ атырап тандыры тартылған соң басқа жерге не шара. Әйтеуір шөптің тамырын қазып жесек те өлмеспіз түстікте, тым болмаса шөп табылар деп үміттеніп, арқадан, ылдидан ауған аштар Түлкібасқа жетіп жығылып, үміті ақталмай, жантақ тамыры да табылмай, талайы жер жастанды. Мыңда бір тәубе, биылғы көктем шырайлы. 2 жыл қысыр қалған ақ шел аспан биыл балпия буазданып, сәуірде жаңбыр молықты. Үкіметтің көмегімен себілген азын-аулақ егістік зүмбіреттей жәудіреп тұр. Бірақ ел әлі пісікшілікке ілінген жоқ. Пісікшілікке бір ілінсе оңалып кететін түрі бар. Жаңа азық піскенше, тым құрыса дүмбіл тартқанша, енді ай шамасы керек шығар. Халық соған шыдаса, соған жетсе, 1 ай болыс шақырады дегенде ауқат үлестіреді деді ме кеудесінде шыбын жаны бары қалмады. Үлбітіліп балаларын алып келгендері де бар. Болыс сірә бәріне бас тартатындай елдің ақсақалымыз дегендер алдыға қарай ұмтылды. Жасыл желек түңкелі жалпақ ақ үйдің ық жағында өрігі гүлдеп тұрған баудың ішінде Майлыкент милициясы құрылтайы ашылды. Бәрін басқарып, билеп, төстеп тұрған уәкілдің өзі. Бет аузының Қорасандағы бар бір шұңқырына бір бұршақ сыйғандай бұж-бұж қара жігіт екен. Ал қалай, қарның аш па деп төтесіне салып, аузын ашқанша жарқырап алтын тісі көрінді. Төтенше сұраққа аш бола тұра, ашпыз деп айтар ауыз табылмай қалды. Әрине ашсыңдар деп көпшілік үшін уәкілдің өзі жауап берді. Ал араларыңда тоқтар бар ма? Бар ғой. Бар деген дауыстар елегізіп естілді. Әрине бар. Кешегі бай елі байларға жақындар да бар. Ал сіздер Түркістан Республикасы бойынша аштықпен күрестің төтенше комиссары Тұрар Рысқұлов қол қойған заңды білесіздер ме? Деп шүйілді уәкіл. Жоқ айналайын, ол қандай заң? Әрине білмейсіңдер, өйткені ол заңды мына Қорабек болыс жасырып отыр. Іс жүзіне асырмай отыр. Ол заңда айтылған байлардың мал-мүлкі, астығы аштарға үлестіріліп берілсін делінген. Аш-жалаңаштарға барынша көмек көрсетілсін делінген. Соны істеді ме мына болыс? Жоқ, бұйырмасын, жоқ деп шар ете қалды өз несібесін
ұрлатып алғандай бір байғұс. Ырымға бұйырмасын, айналайын тұрар-ай, айтқан-ақ екенсің ғой, елің үшін еңіреген-ақ екенсің ғой, тоқта, шулама түге, деп айқайлады уәкіл. Орталық комитеттің пәрменін орындамай, халыққа қастандық жасаған Қарабек Тайтилиев орнынан аңсысын дегендер қол көтеріңдер. Көтер десіп бірін-бірі түртпектеп жиылған жұрт түгел таяу қол шошайтты. Бұл заңсыз деп Қорабек жаны алқымға келгендей айқай салды. Сіздің елді ашықтырғаныңыз заңды ма? Деп уәкіл оны жанды жерінен ұстады. Қолдарыңды түсіріңдер. Қорабектің орнынан алуына кім қарсы? Қол көтеріңдер. Біреу, екеу, үшеу. Міне Қорабек болыс қорғаған байлар. Міне осылар. Уәкілдің мына сөзінен соң әлгі сирек қолдардың өзі лезде құлап қалды. Сонымен Қорабек Тайтилиев қазірден бастап болыс емес, мөрді тапсырыңыз, Қорабек. Жоқ, тапсырмаймын, бұл заңсыздық, мен әлі өкіметке шағым айтамын, деп Қорабек оңай құтылғысы келмеді. Онда күштеп тартып алып, өзіңді абақтыға жаптырамыз. Уәкіл екі иығында тұрған екі милиционерге кезек-кезек қарап қойды. Ойбай ерегіспе, деді әккі болған ескі болыс. Қорабек ішкі қалтасынан мөр емес, өз жүрегін жұлып алып тұрғандай көп қиналды. Ақыры ақ шүберекке оралған мөрді алып та шықты. Уәкіл оны дөрекілеу жұлып алып, сөмкесіне сала салды да, сөмкенің алақанымен сартылдатып тұрып: Ал жамағат, енді жаңа болыс сайлаймыз. Ел болған соң, сол елді басқаруға лайық ерлер де жоқ емес. Анау болсын, мынау болсын деп дауласып, дауысқа салып, шар санап жататын уақыт жоқ. Бізге жедел іске кірісетін, әлгі айтылған өкімет заңын бұлжытпай іске асыратын адам керек. Өзі кедей таптың өкілі болғаны абзал. Ондай адамды уездің сөздеп сіздердің ықыластарыңызға ұсынады. Ол бөтен емес, бөгде емес, өз бауырың. Әрі десе халқымыздың ардагер азаматы, Түркістан Республикасының басшысы, Тұрар Рысқұловтың туысы Оразбек Молдабекұлы. О, деген дыбыс жаппай ғарана шықты. Халық сеңдей соғылысып, екеу, үшеу, гу әңгіме, ию-қию аласапыран болды да кетті. Тіпті аштықтан ыңыршығы айналып кеткен әлгі адамдардың өзі сайлау дегенде делебесі қозып, ауыл жақ ауру қалмай, ана ру ананы, мына ру мынаны ауызға ала бастады. Уәкіл шашайын деді. Шымкентте, Ташкенттен арнайы келіп жатқан Успенскийдің тапсырмасын орындай алмай қалса, абыройынан Аллаху акбар болғаны. Успенский деген сөз, Турцик деген сөз. Турцик болған соң, Успенскийдің өзінің атынан емес, Тұрардың атынан тапсырды ғой. Ал егер бұл істі абыроймен аяқтап шықса, уәкіл Шымкенттен Ташкентке, республикалық өкіметке қолы жетейін деп тұр ғой. Уәкіл айғайлап жіберді. Уа жамағат, халқымыздың сардары Тұрар Рысқұловтың сыйлағанын
Оразбақты да сыйлағаның, тұрар халық қамын жеп, соның жоғын жоқтаған асыл азамат. Оразбаққа қарсы болғаның, тұрарға қарсы болғаның, оған қайтып дәтің шыдап қарсы шығарсың. Кәне, Оразбек Молдабекұлы, бері кел, бері таман. Ағайын туғаннан, жалпы адам атаулыдан іргесін аулақ салып, ел жұрттан өзін өзі аластап, жұрт көзіне көріне алмай, пұшайман болып, мұрнына түскен құрт жанында жегідей жеп, тіршілік алданышын талақ етіп, өмірге енжар қарап, үй ішігінен шықпай өлім күтіп жатқан Оразбаққа ойламаған, үш ұйықтаса түсіне кірмеген батпан бақыт басына келіп қонғалы тұрғанда, Оразбақ өзінің әлі де адам екенін, тіпті көптің бірі емес, көсемі болайын деп тұрғанын сезінгенде өзгеріп сала берді. Сәңкі мұрнын таңып тастаған ақ шүберекті түзеңкіреп қойып, ширақ басуға тырысып, тіпті дік-дік етіп уәкілдің жанына жетіп-ақ барды. Әуелі уәкіл оның кепиетін көріп сасып қалды. Лезде есін жиып, сыр бермеуге тырысты. Оның қазіргі халі өзеннен өтіп алып, көпірді өртеп жіберген адамның сыңайындай шегінуге жол жоқ еді. Қане, Оразбақ болыс, сайлансын дегендер қол көтеріңдер. Көз көрсе жүзге алар, жұрт жабыла қол көтерді. О әруақ, о қасиетті бабаларым, сай-сүйегің сырқырады-ау, санау қоқаннан бері басыңнан бағың, астыңнан тағы таймаған қайран тәйтелі әулеті. Бұл қалай болды? Бұл не заман, ақыр заман, деп Қорабек Алатаудың шыңдарына қарап қос қолын жайып, тізерлеп отыра кетті. Бабалары Алатаудың шыңдарына айналмаса керек, заңғар биіктер селт еткен жоқ. Әруақты сыйлаған қазақ Қорабек бабаларды ауызға алғанда кәдімгідей босаңсыды. Әлгіде неге қол көтер дегендей Қорабекке қарай алмай, ақырын ың-шыңсыз жылжып тарай бастады. Қорабектің көзінен балқыған қорғасын тамшылап тұрды. Сөйтіп, мата даңқымен боз өтеді, ата даңқымен қыз өтеді. Кері келіп, ойда жоқта Оразбек болыс одыраңдап шыға келді. Ел шулап, 50 жыл бойы Қоқанның тұсында, Николайдың тұсында, Керенскийдің кезінде, тіпті кеңес өкіметі келгенше де қолынан туы түспеген Дауылбай әулетінің тақтан құлағаны ненің нышаны? Жақсылық па, жамандық па? Әй, өзі де сәлік сарыға тізесі қатты батып еді. Жер аударып, елден бездіріп жіберіп еді. Кезекті дүние деген осы. Енді Дауылбайдың әулетінің топырағын суырып, күлін аспанға ұшырады. Әлі бұл сарыса, сәлік сары. Түркістанда тұрар отырғанда енді Дауылбайдың күні батты. Тұрар дейсіңдер. Тұрар әділ болса, аузы қисық болса да, байдың ұлы сөйлесін деп өзінің татымсыз туысқанын болыс саяттырар ма еді? Өшіреніңді ойбай, Оразбек естісе оңдырмайды. Күні кеше кебісім жатқан жерге жолай алмайтын Оразбақтарға бүгін қорқып үнімді өшіргенше қара жер қақ жарылып,
өле кеткенім өзі артық. Әйтеуір таққа қонған соң ақымаққа да атқосшы табылады. Оразбақты марапаттап, қошаметтеп, қомпаңдағандар да табылды. Оның көбі күні кеше Дауылбай Тәйтелі әулетінің отымен кіріп, күлімен шығып жүргендер еді. Қожанасырдан сұрапты дейді: «Қожеке, досыңыз көп пе, қасыңыз көп пе?» деп. Қожекең: «Мен тақтан түскен күні белгілі болады» депті. Сол айтқандай, күні кеше Қорабектің жолына құрбандыққа шалынып, кете жаздап жүргендер бүгін жалт беріп шыға келді. Оразбақтың өз бетінше билік құрмақ түгілі, аяқ астындағы айқын жолдан тапа-тал түсте адасып, жөн тауып жүре алмайтынын білетін әккілер лезде аталық міндетін атқарып, жаңа болысқа ақылшы болып шыға келді. Соның бірі бұрынғы болыс Қорабектің тілмашы Қырбас болатын. Жасына жетпей, шашы көгідей үлпілдеп қалған сары сақал мұрттан тып-типыл көсе, реңі сырлап қойған қоңыр тақтайдай үрдік ерін таңқы танау пысықай жігіт еді. Шымкентте бірер жыл оқып, орысшаны үйренген. Атқа мініп жүргенде еңгезердей көрініп, жерге түскенде аласарып қалатын, кеуде тұрқы келіскенде белден төмен қарай қуш етіп, маймақ етіп жаратқан. Сондықтан ол қазақ дәстүрі бойынша аттан түсіп амандаспай, кіріптары болмаса ат үстінде тұрып қол ұсынатын. Оразбаққа алдымен тілмаш керек, хатшы керек. Оразбақтың орысшасы жоқ, мұсылманшасы да мардымсыз. Мұсылманшаға баяғыда Ахмет ақсақал қанша миына құйса да үйрете алмай қойған. Сол Ахмет Оразбақтың болыс болатынын естігенде қатты ренжіді. «Ойбай-ай, қуанбайсың ба қайта? Құдай өзі бергелі бақтың басқа тепкені еткені, осы ахат көкемақ кері тартады да тұрады» деп Дәу Омар жорта бұрқылдаған. Сонда ахат демігіп, даусы қырылдап отырып: «Бақ шіркін адасып барып ақымаққа қонса, несіне қуанайын?» Оразбақ алдымен тұрарды, одан соң бүкіл сәлік-сараны ұятқа қалдырар. Мен солардан қорқамын. Оразбақ көз алдымызда өскен Оразбақ қой. Ел билеуге жаратылған адамның пішіні бұлай пішілмесе керек. Құдай оратып қойған қушық маңдай сорлыға болыс болмақ қайда, елге күлкі болар қайта деп күңіренді. Дұрыс-ау, әулиенің сөзіндей-ау, сенің сөзің қу қақпас деп тістенді ішінен Дәу Омар. Дәу Омардың бұл хабарға қуанбай, өтірік қана ырсиятын жөні бар. Сәлік-сарының ендігі бас көтерері деп санамайтын өзін ахат болса төрінен көрі жақын. Баяғыда өліп ана өледі, мына өледі дегенді, бірақ қасқырдың тарамысындай жаны сір екен, әлі келеді жарықтық. Дәу Омар сәлік-сарыны басқа еркек кіндігінен өзін іргелі көреді. Ендеше болыстыққа
тұрар адам таппай қалғандай, мына мені көрмей оразбақ маңқаны қалағаны несі, деп өте қапа болды. Құрметті достар, осы оқиғаның жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, пікір жазып, қолдап кетулеріңізді сұранамын. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.